Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қамыры 5 минутта дайын болатын кекс жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен табамызға сүт, сұйық май, қант, 2 жұмыртқамызды біріктіріп, қант ерігенше араластырып аламыз. Енді 1,5 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Ол бізде шамамен 15-18 грамм разрыхлитель болып шығады. Ары қарай ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз сұйық болып қалмау керек. Сұйық болса, кексіміздің арасы дұрыс піспей қалады. Шамамен осылай қоймалжың болып шығу керек. Ары қарай жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін кондитерлік қапқа салып аламыз. Енді осылай ретімен құйып шығамыз. Бетіне немесе арасына қалауларыңыз бойынша шоколад, жаңғақ, мейіз салсаңыздар болады. Мен жартысына мейіз салдым. Жартысын жай еш нәрсе салмай жасайтын боламын. Менде осы рецепт бойынша 24 штук кекс шықты. Кекстердің көтерілетінін ескеріп, қатты толтырмай осылай жартысына дейін құямыз тестасын. «180 градуста 25 минуттай шамамен пісіріп аламыз. Міне осылай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет.